ғаламдағы кез келген тіршілік иесі өлшеулі ғана өмір сүреді. Бұл тек адамға не жердегі тіршілік иелеріне ғана емес, ғаламдағы барлық материяға да қатысты. Тек уақытта айырмашылық бар. Біз үшін мәңгі көрінетін құбылыс ғалам жайындағы көзді ашып жұмғанша сырғып өтетін уақыт секілді. 13,8 миллиард жыл бұрын үлкен дүмпуден соң пайда болған ғаламның да өмірі өлшеулі. Астрономдар ғаламның тіршілік ету кезеңін 5 дәуірге бөлгенді дұрыс деп санайды. Дәл қазіргі сәтте адамзат баласы ғаламның тек 5%-ын ғана зерттей алды. Қалған 95%-ы зерттелмеген қара материя. Сондықтан ғаламның даму эволюциясы жайлы нақты ақпарат айту қиынның қиыны. Дегенмен ғалымдар ғаламның бүгіні мен ертеңі және өткен күнін зерттеу жолында аянып қалмақ емес. Ғаламның тарихын зерттеу үшін түрлі әдістер қолданылады. Дегенмен ғалымдар ғаламның эволюциясын 5 кезеңге бөлді. Фред Адамс пен Григорий Лафлин 1999 жылы ғаламның 5 ғасыры мәңгі физиканың ішінде атты ғылыми зерттеу кітабын жазып шығарды. Олар ғаламның даму эволюциясын 5 дәуірге: алғашқы дәуір, жұлдыз дәуірі, дегенерация дәуірі, қара құрдым дәуірі, қара жырық дәуірі деп бөлген.